Ал аға, айта беріңіз. Ал енді мына Мұса аға жөнінде менің айтарым, туысқандығымыз қаяқтан шығады. Мұса ағамыздың әкесі Раяның қарындасымның атасы Ыдырал атамыз менің атамның туған інісі. Енді осыдан артық қандай жақындық. Сонда мен кішкентайымнан Мұсағаны өте жақын ағам деп өстім. Мұсағамның адамгершілік қасиеті, іскерлігі, мына уақытысында біздің ауылда колхоз болып тұрған кезде жоғары қызметтерді істеуге жол ашқан. Ағамыз сол колхоз кезінде колхозымыздың ауыл шаруашылығының үлкен бір саласын басқарып, сондай керемет жұмыс істеген еді. Содан кейін Мұса ағамыз сельсоветті басқарды қанша жыл. Әрине, сондай екі қасиетті жұмысты атқаруға Мұса ағамыздың бойындағы еңбекқорлығы, мына білімділігі, адамдардың тілін табу қасиеті бәрі көмектесті емес пе. Сөйтіп ағамыз абыройлы болды халықтың алдында. Ал енді Мұса ағамыз мен Жұмакүл тәтемізден өмірге келген Рая қарындасым, осы Мұса ағамның Жұмакүл тәтемнің бойындағы барлық жақсы қасиеттерді алып дүниеге келген деп ойлаймын. Өйткені Рая қарындасым да міне қанша жыл жауапты қызметтерді атқарып келе жатыр. Абыроймен істеп келе жатыр. Қазірдің өзінде сол абыройлы қызметі жалғасып жатыр. Рая қарындасымды еркелетіп әйке деуші едім кішкентайымнан. Осы Рая қарындасым семьясы үлгілі болып отыр. Мына Дүйсен екеуінің арасынан өмірге келген Дәурен, Дәулет, Данияр деген үш ұл, әрқайсысы бір семьяның мақтанышы болатын балалары. Олар да бақытты семьяларын құрып, міне сөйтіп жүріп жатыр. Осының барлығы әрине Мұса ағамның аруағына белгілі болып жатыр. Қазақта сөз бар ғой, тән өлгенмен жан өлмейді деген. То есть орысша айтқанда душа не погибает, душа взлетает дейді адам өмірден өткенде. И сол жақта о дүниеде мәңгілік өмір сүреді екен жандары, аруақ болып кетеді. Мұса ағамның аруағы, оны айтып отырғаным, сонау жақтан осы бақытты өмірімізді көріп, қуанып жатқан деп ойлаймын. Қуанып жатыр и қолдап та жатыр. Өйткені аруақ қолдамай, тірі баймайды деген қазақтың сөзі бар. Біздің осындай бақытты өмір сүріп жатқанымыз, әрине, ойлаймын, әрине бірінші Алла тағала деймін. Содан кейін мына аруақтар, Мұса ағамның аруағы қолдап жатыр деп мен өзім сенемін. Ал енді осы Мұса ағамның жарқын бейнесі менің өзімнің жүрегімде мәңгілік. Мен ойлаймын, осы кішкентайымнан осы сол қуаныш, осы Мұса ағам елдің көзіне көрініп, абыройлы болып жүрген ағам, менің ағам ғой деп қуанып жүргенім, міне маған көп әсер етті. Менің азамат болып өсуіме. Сондықтан мен аруақтарды сыйлаймын. Мұса ағамның аруағы мен үшін ол қасиетті ұғым. Мен Аллаға, өзімнің тағдырыма ризамын. Осы өмірде Мұсаға маған аға болғанына. Ал енді менің әкем
мұсағаны өзінің туған інісіндей көруші еді. Біздің енді менің әкемнің әкесі Нақысбек атам ғой. Ал Нақысбек атам менің атам, жаңа айтып кеттім, мұсағамның әкесі Рая қарындасымның атасы Ыдыралы атамыздың туған ағасы ғой. Нақысбек атам Ыдыралы атамыздың туған ағасы. Бауырлар. Міне осы жақындық міне қанша жыл өмірге келгелі, есімізді білгелі жалғасып келе жатыр. Мен осы әкемді, жаңа айттым ғой, еркелетіп Раяны әйке деймін. Міне осы уақытқа дейін міне Мұсағам мен Жұмакүл тәтенің бойындағы барлық жақсы қасиеттерін бойына алып, міне қанша міне қызмет, жоғары қызметтер атқарып жатыр. Халықтың алдында абыройлы. Осының бәрі Мұсағамның аруағы сонау жақтан көріп қуанып жатыр ғой. Қуанып жатыр и қолдап жатыр. Аруақ қолдамай, тірі байымайды деген қазақтың сөзі бар. Демек, Мұсағамның аруағы бізді қолдап атқанына менің күмәнім жоқ. Міне бүгінде, міне қазір осы сөздерді айтып атырмын. Мұсағамның аруағы мені тыңлап жатыр деп ойлаймын, сенемін. Мұсағамның енді жатқан жері жаннатта болсын деймін. Иманы жолдас болсын деймін. Арты жақсылық болсын деймін. Осы жақсы өміріміз, бақытымыз жалғаса берсін. Осы Мұсағамның аруағы осылай бізді ары қарайда қолдай берсін. Сондықтан Мұсаға жатқан жерің тағы бір айтайын, жаннат болсын. Осы өмірде біз көзіміз тіріде, аға, сіздің бейнеңіз, жарқын бейнеңіз жүрегімізде жүреді.